Теміртау қаласының студент жастары өздері таңдаған мамандықтарының ерекшелігін насихаттау мақсатында арнайы сайысқа түсті. Байқауға қаламыздағы Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті мен 4 колледждің студенттері қатысты. Олар өздері таңдаған мамандықтары жайлы әңгімеледі, өздерінің өнерін ортаға салды. Жиналған жастарды мамандық таңдауды адаспауға шақырды. Байқауда қаланың ішкі саясат бөлімінің қолдауымен жастар ресурсы орталығы ұйымдастырған. Бүгінгі сенімділік, бәсекелестік және кәсібилік атты байқау бұл Теміртау қаласының ішкі саясат бөлімінің қолдауымен жастар орталығы ұйымдастырып отыр. Бүгінгі байқауға біздің қаладағы 5 оқу орны қатысты. 5 оқу орны, 1 жоғары оқу орны, 4 колледж қатысты. Бүгінгі байқаудың ерекшелігі басқа байқауларға қарағанда, бұл байқауда әр бала, әр студент өз мүмкіндігін, кәсіби деңгейдегі мүмкіндігін көрсетеді. Бүгінгі байқаудан алған ерекше әсерім бұл біздің мысал үшін ұл балалардың қыздарға тән кәсіпті таңдауы. Мысал үшін Теміртау колледжінен келген Пугаев Иван, ол өзі ұл бала болғаны қарамастан повар кәсібін таңдады. Біздің қыз балдарымыз металлург, электромеханик, сварщик сияқты кәсіптерді таңдауы мені таң қалдырды. Бұл бүгінгі өткізіліп отырған іс-шара Қазақстан Республикасының 25 жылдық тәуелсіздігіне арналған. Бұндай іс-шаралар әлде де алда өтеді, өте көптеген бұл іс-шаралардың бастауы болып есептеледі. Жастар байқаудың шарты бойынша сайысқа түсті. Алдымен өздері таңдаған мамандықтары туралы әңгімеледі. Оның артықшылықтарын көрсетті. Онымен бірге өз өнерлерін ортаға салды. Әділ Қазылар алқасының мүшелері қойған сауалдарға да жауап берді. Қайтадан айтып өтейін, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еліміздің тұңғыш президентінің айтуы бойынша тәуелсіздікті алу оңай болған жоқ дейді. Алайда оны сақтап қалу бізге одан да қиындыққа соқпақ. Сол себепті біздің ең бірінші жеткен жетістігіміз ол біздің тәуелсіздігімізді әлі де сақтап тұрғандығымызда. Және екіншіден бұл қазіргі өздеріңіз білесіздер 100 қадам, нақты 100 қадам бағдарламасы ұсынған болатын, мәңгілік ел бағдарламасы ұсынған. Соңын аянда айтқан болдым. Біз 25 жылдың ішінде біз жас мемлекетпіз, алайда біз 30 дамыған мемлекеттің қатарына кіруге конкурентоспособные страны, как мы говорим, да? Соның қатарына кіру үшін көптеген мүмкіндіктер жасады. Және спортқа қазірде біз 30 дамыған елдің қатарына кірдік, және алдағы уақытта біздер жастар соны дамытуға тырысамыз. Шараны ұйымдастырушылар қаладағы жоғарғы арнаулы оқу орындары әзірлейтін ерекше мамандықтар жайлы насихаттауды мақсат еткен. Және мамандық таңдайтын жастарға жол сілтеп, олардың жүректері қалаған мамандықтарды таңдау қажеттігі жайлы да кеңестер берілді. Не только профориентационная работа для учеников 9-11 классов, но и возможность нашим учебным заведениям показать себя, о том, что они есть в городе, какие специальности они готовят. К примеру, это Темиртауский индустриально-технологический колледж, который готовит швей, это единственное учебное заведение, которое готовит по данной специальности. Карагандинский государственный индустриальный университет, который готовит энергетиков, нам представила девушка Айдын. В общем, такие рабочие специальности, которые нужны нашему городу, необходимы, и нам требуется молодежь, которая будет обучаться именно этим специальностям. Әділ Қазылар алқасы байқау жеңімпаздарын анықтады. Бірінші орынға Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінің 2-ші курс студенті Айдын Есімханова лайықты деп танылды. Электроэнергетика мамандығында оқимын. Жалпы 11-ші сыныпта ұбт тапсырған кезде осы электроэнергетика мамандығына түсетіндігімді білдім. Алдын ала таңдаған болатын, себебі менің отбасында әпкем осы салада жұмыс жасайды және қазіргі таңда өте үлкен табыстарға жетіп жатыр, үлкен белестерді бағындыруда. Соған қызыққандықтан мен осы мамандықты таңдадым. Және бұл конкурсқа қатысуымның басты бір себепкері, яғни ол менің жетекшім Ирина Леонидовна болып табылады. Осы кісіден естідім және ести сала менің бірден қызығушылығым оянды. Себебі мен көбісі ойлайды, электроэнергетика мамандығындағы адамдар, олар еркектер болу керек дейді, ер балдар. Ал мен қыз болғандықтан бұл менің ерекше таңдауым болды да. Және бұл мамандық тек қана екі сымның ұшын қосып немесе лампочка жалғап жүрген деген сөз емес. Яғни бұның барлық қыр-сырларын ашып көрсеткім келді және ол менің қолымнан келді деген ойдамын. Енді болашақта өз таңдауларын әлі жасамаған азаматтарға менің айтқым келетіні ең алдымен жүректерін қалауын тыңдаса, яғни олардың таңдауы дұрыс болады деген сенемін. Себебі егер де осы мамандық таңдаудан қателесетін болса, онда алдағы уақыттың өмірінің барлығы босқа кетеді деген сөз. Себебі біз бүкіл өмір бойы осы салада жұмыс жасайтын боламыз. Және ең алдымен өз жүректерінің қалауын тыңдаса, онда барлығы да тамаша болады деген ойдамын.
Ұйымдастырушылар байқауға қатысушылар мен жеңімпаздарды анықтап, оларды марапаттады. Алдағы уақыттарда да қалада осындай тағылымды шара жалғасын таба беретін болады.